Егер осы мәжіліске өтетін болсақ, сол мәжілістің қабырғасында мен мына мәселені көтергім келіп отыр. Бұл мынау ауылға жастарды қалай тұрақтандырамыз? Соңғы осы 30 жылдың ішінде біз 1,5 мыңға жуық ауылдан айырылып қалыппыз. 1,5 мыңға жуық ауыл жабылып қалды. Әлі жабылу үстінде, тоқтап тұрған жоқ. Енді біз сол ауылдарды қалай сақтаймыз? Ауылды сақтаудың бір-ақ жолы бар. Ауылға біз жастарды тұрақтандыруымыз керек. Дипломмен ауылға деген бір бағдарлама ештеңені шешпейді. Сол үшін мынау мен ойымша парламент қабырғасында өздеріңіз білесіздер, мынау солтүстік аудандарға серпін деген бағдарламамен жастарды апарып жатыр. Естіп отырсыздар ғой, серпін деген программа бар. Егер сіздер 50 балдан ассаңыздар, платныйға өтетін. Жаңағы біраз мамандықтарға 75 балдан өтсеңіздер, педагогикалық мамандықтарға грант береді серпінде. Ал егер серпін емес, жай мамандықтарға қаладан келсеңіздер, тек қана 100-ден аспайынша колледж болсын, оқу орындары болсын, грант аламайды. А балалардың бәрінің арманы грантқа жету. Сол үшін ауылдың жастарына, мен ойымша ауылдың жастарына, олар пороговый балды жинаған бала болатын болса, міндетті түрде ауылға қайтып келуге, жұмыс жасауға келісім шартқа отыратын болса, оларға да серпін сияқты біз грант беруіміз керек.